Қайырлы күн, студенттер. Біздің кезекті тақырыбымыз тұрақты тоқ тізбегіндегі заңдар. Яғни Ом заңы және Киргоф заңына тоқталатын боламыз. Ом заңы бұл тұрақты тоқ тізбегінің негізгі заңдарының бірі. Яғни біздің тоқ күшіміз кернеуімізге тура пропорционал, ал кедергімізге кері пропорционал болады. Ом заңы екіге жіктеледі. Бұл тізбектің бір бөлігіне арналған және толық тізбекке арналған ом заңы болып. Толық тізбекке арналған ом заңында біздің тоқ күшіміз электр қозғаушы күшіне тура пропорционал және ішкі кедергі мен сыртқы кедергілердің қосындысына кері пропорционал болады. Екінші тұрақты тоқ тізбегіндегі негізгі заңдардың бірі бұл Киргоф заңдары. Киргофтың заңы тағы да екіге жіктеледі. Киргофтың бірінші заңы және Киргофтың екінші заңы. Киргофтың бірінші заңы не дейді? Яғни біздің тармағымызда түйіскен тоқтардың алгебралық қосындысы нөлге тең дейді. Яғни түйінге қаншалықты тоқ кіретін болса, сол түйіннен соншалықты тоқ шығуы керек деген мағынаны береді. Мысалы, біз мына түйінді қарастырайық. А түйіні. Бұл түйінге И1 тоғы кірді, И2 тоғы кірді және И3 тоғы шығып кетті дейік. Кірген тоқтар плюс таңбамен белгіленеді, шыққан тоқтар минус таңбамен белгіленеді. Сонда біздің Киргофтың заңы мына түрде жазылады. И1 қосылған И2 азайтылған И3 тең 0. Мынау бізде Киргофтың бірінші заңы болып табылады. Киргофтың екінші заңы тізбегімізде толық тізбекті контурды қарастырады. Екінші заң, яғни тұйықталған контурымыздағы электр қозғаушы күштердің қосындысы осы контурымыздағы барлық кернеулердің қосындысына тең дейді. Яғни математикалық формуламен жазатын болсақ, біздің электр қозғаушы күштердің алгебралық қосындысы кернеулердің алгебралық қосындысына тең дейді. Кернеу дегеніміз бұл жерде Ом заңынан шығыптар И мен Р'дің көбейтіндісі. Бұл бізде Киргофтың екінші заңын береді. Осы заңдылықтарды пайдалана отырып, біз күрделі тізбектерді түрлендіріп, есептер шығара аламыз. Есептерді практикалық тапсырмада беретін боламын. Келесі кездескенше қош сау болыңыздар.